Енді қараңыздар, бірінші ішетін компанияда основной қазір елдің барлығының бастайды. Кім келсе де осыдан бастаңыз. Любой адам. Мынау бірінші ауыздарыңызды азында тұрасыздар да, даже тісті жумай ауызға мынаны біреу сал жеңіздер. Бір несін. Ана мынаны. Хорошо, неге? Ауыз қуыста түніменен тұратын неше түрлі микроб бар. Паразиттер бар. Соларды мынау аямайды. Мына живой бактерияны ауызға салып тұрып сорыңыздар, сілекеймен барсын. Жүрмеңіздер. Әдемірек конфет құсап, шайнап, ауыздан бастап дезинфекция жасаудың программасына кірісуге болады. Раз, азына күні шырағыздарына бірінші аш қарынға, сосын артынан ыстық емес, жылы су ішу керек. Ыстық суға бұл бөліп қалады. Хорошо, іште температура и так жоғары бізде. Сол температурада аман қалса қуана беріңіздер. Сол үшін оған ыстық су құюға болмайды. И барынша жылы су ішу керек. Оны шырағыздарына жылы судан кейін ар кетсе жоқ дегенде ең ұзағы 20 минут. Жарты сағат күте алмасаңыздар. Бола ғой? Әсіресе әзір ауыз ашқан кезде шыдай алмай. Уақыт болмай қалады. Уақыт болмай кетеді. Все, шыдадыңыз ба? Одан кейін мынаны ішеміз. Мына сүт көрсетіп тұр ғой сыртында. Міне, осы сүтті ішеміз. Әдемі сұлының, күріштің, сояның сүті бұл. Бұл сүттің қоспасында бізге керек, мені қараңыздаршы, ең керемет бірінші энергия бар. Ең жоғарғы процент бұның ішінде аскорбиновый кислота, С витамин. С витамин біздің иммунитетімізге жауап береді. Это защита иммунитет. Любой иммунитетке жақсы, да, мысалы? Балдарға тіпті жақсы, біз өзімізге де жақсы. Жас келіп, үлкен кісілер үшін вообще жақсы. Мынау сосын воспаление беріп, жаңағы қайта мысалы, тұмаулатты, болмасам кішкене суықтап қапты, температура кетіп жатыр дегендерге вообще керемет дүние. Мынау басқа тамақ берместен, майлы тамақ оған ішуге болмайды дейсіздер, осыны ішкізе беру керек. Сіз бе, тез есін жинайды. Сосын бұның қоспасында тағы керемет дүние, ең жоғарғы процентте тұрған бұл кальций. Мынау кальцийдің көкесі. Бұл пробиотик основной программасы кальций деп айтылады. А кальций бізге өздеріңіз білесіздер. Кислород буынға да керек тамақ, кожаға да керек тамақ, ішкі органдар, жүрек әсіресе. Ең қиналатыны кальций жоқ болса жүрек. Почканы айтсаңыздаршы, қазір газ ішіп екінің бірі почканы мочегонить етіп кальцийді сүйіп тастады. Әзір почка солып қалады кальций болмаған екен. А кальций болмаған екен мужской ауру көбейеді, простатит обязательно болады. Кальций болмаған екен женский аурулар көбейеді, менструация дұрыс болмайды, ұрық әлсірейді, фолликула нашарлайды, сперма вообще әлсірейді, бесплодие обязательно болады. Если кальций жетіспейтін болса, организмде проблема, бірінші очередте гормон бұзылады. Гормон бұзылса, обязательно организм стресске түседі. Жаңа сахарға келеді, причинасы өте көп. Ол 300 ауруды тудырады кальций жоқ болса да. Өте үлкен ауру кальцийден. А бірақ сол кальцийді біздің организмімізге мынаның қоспасындағы кальцийді сіңдіру үшін қандай умный программа? D3 керек. Витамин D3, масленый D3, ол витамин болмаса кальций, ол майсыз клеткаға кальцийді апара алмаймыз. Көрдіңіздер ме? Сол үшін көп адамдар кальций іше береді, бірақ D3 ішпейді. А D3 ішпеген екен, оның буыны ауыра береді. Вроде кальций іштім, аяқ қоймай жатыр деп жататын содан. Сол үшін мынаның қоспасында D3 бар. Көрдіңіздер ме? Умный программа деп жатқан сол. Бұлар бәрін есептеген ғой. Мына өздерінің лаборатория, өздерінің ученыйлар болған екен бар ма? Мына кішкентай нәрседен елдер неге топ осыдан результат алып дейсіздер? Мен таңғалғаным да сол. Мен әлі мынаны ғана ішіп тұрмын. Маған сол Қытайға барғанда профессор, мынаны қосып ішсем, өкшемдегі шпорын кетеді деп айтқан. А мен әлі мынаны бастаған да жоқпын. Бірақ қолымда мынау ғана бар, мен осыны ішкеннен үшінші күні менің аяғым өкшем ауырғанын ұмытып кеттім. Мына керек аяғыма шпорым ауырмай қойды ғой деп қуанып жүрмін ғой. Сөйтсем мына витаминдер жетіспей тұр екен ғой кальциймен бірге. А витаминдерді сіңдіру үшін кальций керек болды, кальцийді сіңдіру үшін витамин керек болды да толықтырды да мына бір-бірін. Түсініңіздер ме? Сосын тыңдап оқып қарасам, мына дүниенің барлығы жаңа айттым ғой, кальцийдің бұзылуы қуықтың ауруына әкеледі. Мочевой кислота. Буын ауруларға әкеледі. Аяқ-қол қақсайды, артроз, артрит.
гипотрит, даже остеохондроз, почканы отырғызып жатыр ғой. Соның барлығының основной программасы кальций. Сояның основной бізге беретіні кальций. Прямо сіңімді тез әсер ететін кальций. Көрдіңіздер ме? Сосын бұның қоспасындағы мынау витаминдер, А витамин, мысалы көздің ауқаты, Е витамин, біздің женский. Е витамин ғой, Ега кальциферол. Женский красота, Е витамин кожаларында жасартады. Подтягивает лицо кожи. Адамның кожасы, әйел әдемі сұлулана береді. Бұны ішкен адам сұлуланады. Жасарады кожалары. Мынаның өзімен үлкен лекция өтуге болады бізге. Әлі мұнан бәрін қоспай тұрмақ. Мынаның өзінде күшті результат. Мен оқыған сайын мұнан ғашық болдым ғой. Бір өзі ел қараңыздар қоспасында күріш сахарға жақсы. Сахарный проблемасы. Кімде инсулин нарушение бар, мына күріш бірінші очередте келеді. Овсянка бәріңіз білесіздер, запор деген нәрсені құртады. Овсяной еще бауырдағы майды құртады овсянка. Оны білесіздер. Асқазанның ауруына жақсы овсянка. Овсянка даже мынау кальций көп, қоспасында калий көп, цинк көп оның қоспасында. Шашы түсе береді, тазбас болып қалды. Несі дұрыс өспей жатыр, тісі дұрыс өспей жатыр, тырнақтары дұрыс емес дегендер үшін вообще керемет ғой. Бір өзі бірнеше нәрсені қамтып жатыр. Ең қуанатынымыз бұны қалта көтереді. Осындай дүниені қалта көтереді. Қараңыздаршы, ауқымды жұмыс істеп тұр. И кожа, и кость бүкілмен, терімен сүйекке дейін әсер ету мүмкіндігін беріп тұр да мынау. Но осы дүние 10.500 теңге тұрады тіркелгенде. Бірақ рет өміріңізде. Ал қайталап алатын болсаңыз, шағын қаласыздар. Қымбат па? Мынаның информациясы, мынаның ішіндегі беріп тұрған құндылығы мынаның қалай үлкен ауқымды былайша айтқан кезде айқайлап тұрып елдің бірі бәрі алып шетін дүние ғой. Мынаның шындап келгенде де мысалы. Енді мынаны ішуге көп адамдар айтады. Просто мынаның ішіндегі қоспасындағы мінерге, мынаның қоспасында сұлы бар, овсянка сұлы бар, сосын күріш бар, и жаңағы соя бар деп жазып қоя салатын болса бар ма, мынаның елдің бәрі ішеді. Мынаны жазбаса, мынаның елдің бәрі ішеді. Неге бүйтіп айтып жатыр? Себебі именно сол сұлыменен, күрішпенен, сояның қоспасында мына дүниелер бар деген сөз просто. А біздікілер мына витаминдерді, калий, кальцийді, мына жерде тұрған немені цинкті көрмейді да, мына витаминдерді көріп қорқады. Маған болмайды витамин. Бұшесі бүреле дегенде. Түсінтірсіздер. Бірақ оған сұлы іш, күріш іш десе ол ішеді. Бірақ оның қоспасында сондай дүниелер бар екен, ол білмейді. Айналып келгенде научный біз білмейміз, жетіп, ондай білім бізде жоқ. Түсінік дұрыс емес, түсінікті басқа жағынан апару керек те, түсініңіздер ма? Оларға соны түсіндіріңіздерші, қыз, сен сояның мұнтағын шығатсың бұның ішінде. Овсянканың мұнтағын шығатсың, күріш шығатсың, болды. Одан не береді, не қояды? Табиғаттың заңы ол, табиғаттан келеді ол витаминнің бәрі. Бұл салдырып атқан жоқ, қолдары. Түсінесіздер ма? Табиғат, жер, ананың соншалықты құнарлығы мына өнімдердің организмге керек дүниені өзі береді. Оған просто соны профессор сондай дүниенің ішін осындай заттардың алу мүмкіндіктеріміз бар деп көрсетіп жатыр. Цинк 2.1-не керек. Цинк 2.1 нервіне қазір, 2.1-де жүйке нарушение бар, ұйықтай алмайды дұрыс. А витамин 2.1-нің көзінде нарушение бар, жүрегі ауырады. Е витамин 2.1-де проблема бар. Сосын В12 витамин кімге керек? Щитовидная железа 2.1-де зоб бар. 2.1 нарушение щитовидный гормон. В12 витамин бәріне керек. Сосын 2.1 мысалға айтады ғой, шаршай береді, сила жоқ, күш жоқ дегендердің бәрінің ауқаты мынау. Полный біздің корсетімізді қамту мүмкіндігі бар ішіндегі дүние. Түсініңіздер ма? Ал мынау шіркін осыны жеткізу мүмкіндігін жасайды. Ол осы екен. Осыншалықты құнды дүние біз 15.500 теңгемен тіркеліп 5 теңгеге аламыз.
қалта көтере ма? Ризық арзан болса да қорқады, қымбат болса да қорқады дейсің. Иә. Әй шіркін ай, ағып арзан мыналарың дейді. Иә. Қымбат дүниенің барлығын дейді. Ана Полядағы жүгеріні бізге ұлтақ әкеп беріп жатыр. Сол үшін қалта көтере алатындай компанияның заводы өзінікі, хозяин өзінікі, поля өзінікі, қыздар. Сіздер де мынандай ойды дұрыстап неғыңыздаршы. Если сіздің огородыңызда пісіп жатса, бүкіл дүние сіз аласыз да біртіндеп отырып сатпайсыз ба, ол не істейсіз? Апараста оптовый бағды өткізе бересіздер ғой. Иә. Өзіңіздің білесіз ғой, хозяин өзіңізсіз ғой. Иә. Қанша шелегін 1000 теңгеден берсең де мәдіп беріп жібересіздер.